Велошабандоздар Сары құрлық додасынан олжалы оралды. Еншімізде 5 алтын жүлде. Үндістан елінде өткен Азия чемпионатына 27 елден 86 спортшы қатысып бақтарын сынаған болатын. Толығырақ чемпиондармен жүздескен менің әріптесім Ботабек Маратұлы тарқатсын. Үндістанның Нью-Дели қаласында өткен Азия чемпионатында Қазақстан құрамасы жалпы командалық есепте үздіктер қатарынан көріне білді. Жоғары жетістікке жетуге қарағандылық спортшылардың да қосқан үлестері орасан зор. Теміртаулық Илья Карабутов аминиум түрінен, яғни көп сайыстан бірінші орын еншіледі. Я ехал уже 3 гонки. Мен бұл чемпионатта 3 жарысқа қатыстым, соның бірінде 4-ші болдым. Дегенмен жүлделі орындарға ілігемін деп ойлағам. Алғашқы күні осылайша көңіл күйім түсіп кетті. Келесі күні әлі де кеш еместігін ұғынып, барлығын сараптап, ой елегінен өткізіп жеңіске жеттім. Кирилл Курдиди және Ризван Бейсенбаев командалық спринтте күміс жүлдеге ие болды. Сондай-ақ Кирилл 1000 метр қашықтықта гид түрінен чемпион болды, және ол спринт бойынша екінші сатыдан көрінді. В третьем заезде я уже выиграл. Үшінші айналымда жеңіске жетіп ақтық сынға жолдама алдым. Финалда ұстанған тактикам дұрыс болмады. Осылайша күміс медальді қанжығаға байлап қайттық. Мінеки осындай жетістіктерін ескерусіз қалдырмай, облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасының өкілдері қабылдап, алғыс айтып, құрмет көрсетті. Жасыратыны жоқ, біздегі велоспорттың жолдары көңіл көншітпейді. Бұл бағытта қиындықтар бар. Бірақ соған қарамастан спортшыларымыз тұрақты жаттығып, жақсы нәтижелер көрсетуде. Бұл жерде білікті бапкерлердің де еңбектері, қосқан үлестері өте зор. Алдағы жарыстарда тек жеңіс тілейміз. Алтын жүлде алғандарға Азия велоспорт федерациясы арнайы жейдені сыйға тартты. Азияда ол жасалған жігіттер енді сәл тынығып, жыл соңына дейінгі жоспарланған жарыстарға дайындалатын болады. Ботабек Маратұлы, Еркебұлан Бекхожин, Назым Серік, Сарыарқа телеарнасы.